Қара жорға, аңыз бен ақиқат. Қара жорға туралы қалай ойлайсыз? Қазақтың ұлттық биі ме емес пе? Бүгінде қырғыз ағайындар да бидің шаужайына жабысып, бұл біздің руханиятымызға тиеселі деп өздеріне еншілеп жүр. Біздің қоғамда да екіұдай пікір қалыптасқан. Біреу ұлттық биіміз деп мойынсал болады. Біреулері бұл моңғолдікі, қазақтікі емес деп жерінеді. Тіпті бұл Қытай қазақтарының биі деп тыжырынатындар да бар. Өздері үндінің, батыстың, өзбектің, орыстың биін билегенде ерсеместе, қара жорғаға келгенде жиіркенішті, ұят деп есептейтіндер де кезігеді екен. Біздің қызықты ақпарат каналымыздағы қысқа видеода бірнеше қара жорға биін билеген кескін салып едік. Соның өзінде бұл қазақ биі емес деп өре түрегелгендер жоқ емес. Сонда бұл кімнің биі? Қазаққа қатысы бар ма? Біз өзгенің биін билеп қор болып жүрміз бе, әлде өзіміздікін өзекке теуіп, барымызды бағалай алмай білместікке басып жүрміз бе? Біз бүгін осының ақиқатын айтатын боламыз. Видеоны соңына дейін тыңдап, анық-қанығын біліп алыңыз. Қара жорға биі туралы елімізде сақталған деректердің бірқатарына тоқталайық. Әлқисса 1975 жылы шыққан Қазақ Совет энциклопедиясының 6 том. 477 бетінде қара жорға, қазақ халық биі деп тасқа таңба басқандай анықтама беріліпті. Кейін бұл дерек 2003 жылы жарық көрген Қазақстан ұлттық энциклопедиясында да қайталанады. Мұрағат құжаттарда қара жорға биінің үлкен сахнаға тұңғыш рет көтерілгені 1934 жылы қойылған Мұхтар Әуезовтің Айман Шолпан спектаклі екені жайлы құнды дерек кездеседі. Бұл туралы аз-кем тоқтала кетейік. Сол жылы Қазақтың опера балет театры Айман Шолпан операсында сахналайтын болады. Осы қойылымда қазақ биін билеу үшін өзбек бишісі Али Ардабутты арнайы алдырыпты. Ол Өзбекстанның Горли Арни этнографиялық ән-би ансамблінің бишісі. Ол биін сахналаудан бұрын жергілікті қазақ халқының салт-дәстүрімен, тұрмыс-тіршілігімен танысады. Сөйтіп үлкен сахнада тұңғыш рет қара жорға биі биленген. Бұл істің басы қасында Мұхтар Ақсақал Әуезов болған. Демек, қара жорға қазақтікі болмаса, ардақты Мұқан көркем өнер ретінде сахналануына жол беріп қарап отырар ма еді? Ойлануға татитын мәселе. Құлагер ақын, көрнекті ұлт қайраткері Ілияс Жансүгіровтің жолдастары атты романында мынадай оқиға желісі бар. Бір мезгілде жиындағы жігіттер қол шапалақтап Көкен деген жігітті күй тартуға сұрады. Көкен кедей үйдің бақанындай қатқан қара жігіт еді. Оның домбыраға тартпайтын күйі жоқ. Орысша, қазақша күйдің бәрін тартады. Көкен домбыраны қолға алғаннан ақ жігіттер ортасын ашып билеуін сұрады. Көкен домбырасын бұрап алып ұшып түрегелді де, қара жорғаны шерте жүріп, өзі жорғалап билеп кетті. Қымыздағы мәжіліс оған алақан соғып, айқайлап шала бүлінді де қалды. Көкен домбыраны ойнатты, билетті, ол ішегін шерткен жоқ, өзі жұдырықтады. Қымыз ішкендер Көкенмен бірге селкілдеп отыра алмады. Ал керек болса. Сонда көрнекті қалам қайраткері Ілияс Жансүгіров өз романында қалмақтың биін билетіп отыр ма? Сол кездегі қазақ арасында мұндай би болмаса, ілекең қара жорғаны ойдан құрастырып отыр деймісіз? Жазушы баспасынан 1992 жылы жарық көрген Өмірім менің өнерім атты кітаптың 15 бетіндегі биші, Қазақ КСР-ның халық әртісі, Қазақ КСР мемлекеттік сыйлығының иегері Шара Жиенқұлованың сөзіне сүйенуді жөн көрдік. Домбыра тарт десе, бәлсініп отырып алатын немесе жұрт арқасы қыза бастаса, қас қылғандай жоқ боп кететін Жұмабай да табылды. Қара жорға келіншек, айжаңғыздарды дөңгелеткенде, өзіңнің де қалай дөңгеленіп кеткеніңді білмейсің, делінеді ғұмырнама беттерінде. Ал Шара Жиенқұлованың өмірбаяны туралы оқысаңыз 1966-да 1975 жылдары Алматы хореографиялық училищесінің директоры болды. Осы жылдары ұлттық би өнерін дамыту үшін ел аралап, халықтың әдет-ғұрпын, салт-дәстүрін, халық билерін зерттеді. Соның нәтижесінде Тәттімбет, Айжан қыз, Қара жорға, Қырық қыз билері дүниеге келді деген деректі оқисыз. Қазақ биінің қарлығашы Шара апамыз бұл биді қалмақтардан емес қазақ арасынан, халық билерін зерттеп жүргенде тауып, өзі де билеген. Қара жорғаны халық арасынан тапқаны айдан анық айтылып тұрғанда қалай ғана біздік емес деп данышпансия аласыз. Демек, өткен ғасырдың 60-70 жылдары да Қазақстан территориясында, халық арасында бұл би сақталды деген сөз. Бұл деректерді аз десеңіз, шетелдегі деректерге сөз берейік.
Олар қара жорғаны кімдікі дейді екен? Америкадағы дерек. Ақын, журналист Дүйсенәлі Әлімақын Америка құрама штаттарының астанасындағы Джордж Вашингтон университетінің зерттеушілерге арналған кітапханасын аралап жүріп, қара жорға туралы тың дерек тапқанын жазады. Ол орыс ғалымы Алампиевтің 1958 жылы Мәскеудегі шет тілдері баспасынан жарық көрген Совет Казахстан, яғни Советтік Қазақстан деген кітабы. 15 тараудан тұратын кітап негізінен кеңестік кезеңдегі Қазақстанның экономикалық, өндірістік, аймақтық мәселелеріне бағытталғанымен біздің тақырыпқа қатысты бір дерек те қамтылыпты. Кітаптың 137 бетінде атқа мінген қазақ жігітіне басында үкілі тақия киген, қос бұрымын өрулі, үстіне оюлы көйлек киген қазақ қызы қымыз ұсынып тұр. Автор бұл суреттің түсіндірмесінде қазақ мемлекеттік ән-би ансамблі қара жорға биінен көрініс қоюда деп жазыпты. Қара жорға биі қазақ биі емес деп өрекпіп, мұрын шүйіріп жүргенде, өткен ғасырдың өзінде орыс ғалымы өз кітабына суретімен бірге беріп қазақ биі деп хатқа түсіріпті. Бұған не дейсіз? Әлімақын мұхиттың ар жағынан тапқан құнды деректе Петр Алампиевтің бұл кітабындағы қара жорға туралы суретті жазбасы біздің қызықты ақпарат каналы дайындаған бұл видеоны көріп отырған әрбір көрерменнің өз тарихын біліп, өз мәдениетін қадір тұтуға ой салады деп үміттенемін. Бұлар бергі дәуірдің деректері. Маған қара жорғаны қазақтікі деу үшін әректен дерек келтіріңіз десеңіз, оған да дайынбыз. Ғылыми сауатыңыз сондай жоғары болып, дерекке жатып алған біреу болсаңыз, мына дерекке құлақ түріңіз. Паташылық Ресей кезеңінен сөйлейік. Қазақтар қатын патша атаған дәуірден сыр суыртпақтап берейін. Ресейдің Петербор қаласындағы Эрмитажда француз суретшісі Барбиштің екінші Екатеринға тартқан 15 суретінің бірінде қазақтар биі деп аталатын картина бар. Онда нағыз жұптасып билеу дәстүрі бейнеленген. Суретте орамал тартып, шошақ бөрік киген, кимешек киген адамдар қолдарына сыбызғыға, қобызға ұқсайтын музыка аспабын ұстап отырса, және бір тобы ер-әйел болып жұптасып билеп жүргені аңғарылады. Бақсаңыз, бүгінгі қара жорғаның қимылынан аумайтын, осы бір тарихи жадыгер біздің бүгінгі ұрпақтың ойлануына бек татиды. Анау-мынау айтқан дүние емес, француз суретшісі салған, Екатерина II қабыл алған, әйгілі Эрмитажда сақталған. Бұған не дейсіз? Қазақ мәдениетінің қалыптасуы мен өркендеуінде жылқының алар орны ерекше. Біз бұл жерде оны мініс көлік ретінде айтып отырған жоқпыз. Рухани мұраларымыздағы асыл жануардың әсерін меңзеп отырмыз. Сал күрең, маң-маңгер, ала көз аттың жүрісі деген секілді күйлер мен көкшолақ, қос торы, құлагер, бәйге тағы да басқа әндер бар. Бұның барлығы жылқы жануарына деген ризашылықтан, ине байланыстан туған рухани мұралар. Қара жорға биі де сол қатарда екенінде гәп жоқ. Мұхтар Әуезов қазақтың би өнері туралы көзқарасында, біздің қазақ халқы дарынды, өнерпаз халық, ән, күй сынды мұрамызда шек жоқ. Ал қазақ халқынан қалған би өнерінен мұра өте аз. Жаңа ұрпақ осы биді қолға алғаны жөн. Менің байқауымша осы өнерге талпынып жүрген шара сияқты жастар бар. Одан бір нәрсе шығатынын сеземін. Ал қай өнерді алсақ та, опера болсын, музыка театры болсын, оның бәрі бисіз болмайды. Қазақтың мидай даласы көкпарды көз алдыңызға елестетіп көріңіз. Бәйгені көрдіңіз бе? Жорғаның жүрісін көрдің бе? Міне, осының бәрі қимыл қозғалыс дейтін сөзіндегі жорғаның жүрісі, осы қара жорға биі болмасына кім кепіл? Бұны жайдан жай айтып отырған жоқпын. Енді Қытай деректеріне үңіліп көрейік. Қытай жазбаларында мынадай деректер кезігеді. Қытайдың таң дәуіріндегі Шыңжаң билері деген кітаптың 2-ші том, 310-шы бетінде, таң хандығы дәуірінде жылқы биі, тост күйі атты музыка болған. Хан таң патшалығы кезінде Орта Қытайға батыс өңірлерден көптеген жылқы кіргізіледі. Осыған байланысты таң дәуірінде Шыңжаңда жылқы биі көп таралды деп жазылған. Сол кітапта тағы да таң патшалығының жаңа тарихы деген кітаптың шығыс тармағынан үзінді келтіре келіп, ол кездегі музыка аспаптарынан сыбызғы, барабан, көп түтікті сыбызғы, биі, табақты қоңырау болса, билерден жылан, арыстан, жылқы, арқан билері бар еді. Осыдан барып қырғыздар арасында жылқы биі таралған. Қазір Шыңжаңның жер-жерінде жылқы биі кеңінен ойналып жүр. Мәселен Іле, Алтайды мекендеген қазақтар мен Тасқорғанды мекендеген тәжік, Атышты мекендеген қырғыздар арасында жылқы биі таралған.
Қазақ халқына жаппай таныс қара жорға биі осы жылқы биінің дамыған, басқа нұсқа деген межелер бар. Қара жорға биі басқа ұлттарда бар болғанымен олардың биленуі қазақ биінен өзгеше екен. Қазақ биін зерттеуші ғалым, қытайлық битанушысы Уаң Жиачин қазақ би өнерінің келу қайнары және басты ерекшелігі атты мақаласында былай дейді: көшпенді шаруашылықпен шұғылданған қазақ ұлты үшін ат олардың қанаты. Мейлі мал баққанда, көшкенде, жүргенде, соғыста болсын, аттан айырыла алмайды. Олар жылқы киесі қамбар ата деп бір мезет жылқыны төтем тұтқан. Қазір Алтай аймағының Қаба ауданында Шұбарайғыр деген ру бар. Қазақтың халық биі қара жорға Еуропа, Азиядағы қазақтар шоғырлы қоныстанған аумақтарға кеңінен таралған. Қазақ халқының биінде көшпенділер тұрмысының әр түрлі ерекшеліктері сіңіріліп, ой сезімі, қуанышы мен қайғысы бейнеленген. Бұл деректер аз болса сөзді тарихшыға беріп, тастағы таңбаларды сөйлетіп көрейік. Тарихшы Қанат Өскенбаев қатарлылар құрастырған Қазақстан мәдениетінің атласы атты кітапта Ресейге барғанда ондағы мұрағаттардан қара жорға биінің элементтеріне, қимыл қозғалысына ұқсайтын суреттерді таптық деп жазады. Бұл дәйектеме аталған биді тек Қытайдағы және өзге шет мемлекеттердегі қазақтар арасына ғана емес, күллі жер бетіндегі қазақ халқы арасына кең тарағанын айғақтайды. Осындай жан-жақты деректерден кейін қара жорғаны қалай ғана Қытай қазақтарының ғана биі деуге болады. Ақылы толық, әділеті бар адам үшін бұл қызықты ақпарат каналы ұсынған бұл видеодағы деректер мойынсал болуға жеткілікті болар деп ойлаймын. Ендеше тағы бір күдікті жайтқа тоқтала кетейік. Қарсы шығушылар қара жорғаны моңғолдың биі дейді. Осының анық қанығы туралы Моңғолияда туып өскен, қазақ пен моңғолдың салт дәстүрі мен әдебиетін жақсы білетін ақын Сұраған Рахметұлы журналист Әлімақынға берген сұхбатында қара жорғаны моңғолдар біздікі деп айтпайды. Оларда жалам қар деген би бар, қазақша мағынасы жалым жорға деген сөз дейді. Ал енді өмірінде бір моңғолды көрмеген, ол халықтың мәдениеті туралы жарытып білмейтін адам үшін, білген кісінің айтқан есті сөзі, асыра айтқан пікірлер үшін ұялуға жеткілікті болар. Жоғарыдағы деректерден кейін қырғыз ағайындар не айтар екен? ақш, Қытай, Ресей деректері өздерінің манасын жаудан алып қалған Әуезов ақсақалдың, күллі түркінің тәуелсіздігі жолында күрескендердің бірі Ілиястың, қазақ би өнерінің қарлығашы Шара апамыздың құнды деректерінен кейін біздікі деп жағаласа қоймас. Айтпақшы, қазақтың ұлттық биі жалғыз қара жорға ғана емес. 1980 жылдары Шыңжаң жеріндегі халық мұраларын қайтадан жинаған шақта, халық арасынан аю биі, қара жорға биі, ортеке биі, кей деректерде қуыршақ биі деп те аталады. Көк түйме биі, шешеке биі секілді тек қана халқымызға тән төл билеріміз қағазға түскен еді. Өкінішке орай, біз мұны халықтық деңгейде біле алмай, қабылдай алмай жүрміз. Бұдан басқа да қылыш биі, садақ биі, бақсы биі сияқты билер болғаны тарихи деректерден мәлім. Бүгінде дүмше діндарлар қазақта би болмаған, ата-бабамыз би беремеген деп осы бір спортқа пара-пар салихалы өнер туындысын жазықсыз қаралап, беталбаты күстаналап жүр. Тарихтан бейхабар ағайындарымыз бұл биден, қағынан жеріген құландай безініп, ат-тонын ала қашып жүр. Бәрі де өз мәдениетін, өз тарихын, төл өнерін білместік. Қазақ жеріне қайта оралған қара жорға бүгінде миллиондардың жүрегін жаулаған биге айналып сала беруінің өзі, бұл бидің біздің генетикалық кодымызды дәл басқанның айғағы емес пе? Онда несін моңғолдікі, қырғыздікі, қалмақтікі деп мәндіріп жүрміз? Жоғарыдағы деректер ойлы адамға дау туғызбаса керек. Яғни, қара жорға қазақтың ұлттық биі. Видео ақпарат ұнаса лүпіл басып, ұлттық биіміз туралы пікіріңізді жазып кетіңіз.